Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Сұлушаш. Бүгін сіздермен дәмі тіл үйірер өте дәмді сметаник пирогын дайындайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, каналға тіркелуді, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Барлық қажетті ингредиенттерді төменде описаниеда қалдыратын боламын. Ең алдымен ұнымызды ситыдан өткіземіз, кейін үстіне қантымызбен ұсақтап туралған сары майымызды салып, қолдың көмегімен барлығын видеодағыдай араластыратын боламыз. Біздерде песочный қамыр шығу керек. Қамырымыздың үстіне осылай бір жұмыртқамызды салып, тағы да барлығын араластырамыз. Қамырымыз біркелкі массаға келгеннен кейін тоңазытқышқа салатын боламыз. Жарты сағатқа қамырымыздың сыртын салафанмен немесе пищевой пленкамен орап қоямыз. Осылай қамырымызды тоңазытқышқа жібереміз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін осылай арнайы формасын дайындаймыз. Мен осындай кольцоны қолдандым, астына фольганы төсеп. Қарапайым кез келген форманы қолдансаңыздар болады. Осылай дайын тестімізді формаға келтіретін боламыз. Барлығын қолдың көмегімен жақсылап жайып шығамыз. Немесе стакан пайдалансаңыз да болады. Міндетті түрде бортиктарын жасаймыз. Бортиктарымыз биік болу керек, себебі салмасын салғанда жанына ағып кетпеу керек. Қамырымызды формаға келтіргеннен кейін бортиктарын әдемі болу үшін осылай шанышқының көмегімен үстінен басып шығамыз. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасы үшін дүкеннің қаймағын пайдаланамыз. 20% оның үстіне қант қосамыз және жұмыртқамызды салып, барлығын біркелкі массаға келгенше араластырамыз. Бұл массаны өте көп араластыруға болмайды. Миксермен де араластыруға болмайды. Венчикпен немесе осылай шанышқымен араластырамыз. Өте қатты араластырмаймыз. Жұмыртқамыз бен қаймағымыз бірігіп бір массаға келуі қажет. Дайын болған массамызды осылай қамырымыздың үстіне құямыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста шамамен 35-45 минуттай пісіреміз. Дайын болған пирогымыз осындай болып шығады. Піскеннен кейін түсі осылай сарғаяды. Бұл пирогты дайындауға кеңес беремін. Шын мәнінде өте дәмді болып шығады. Әрі дастарханында сәнін келтіреді, дайындалуы да оңай. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Пирог әбден суығаннан кейін дастарханға ұсынамыз. Кесілгендегі күйі осындай болады. Міне, қазір ішінен де көрсетемін. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, ас болсын.